Ресей, Санкт-Петербург қаласы Константин әскери бекінісі. Ірі артиллерияға арналған бұл бекініс 19 ғасырдың ортасында салынған. Қамалдың сырты металл тақталарымен қорғалған. Темір сауытында артиллериялық мылтық үшін тесік жасалған. Гранит блоктарының бірі құлап қалды. Біз төмен түсе аламыз. Металдың үстіңгі жағы бояумен қапталған. Бірақ бұл жерде тас блок болды. Астындағы металл боялмаған. Мына темір табақтардың жағдайына қараңызшы. Металл тот баспайды. Металл бұзылмайды. Темір табақшаларды біріктіретін болттың басы. Алты бұрышты болттардың бастары 1,5 ғасыр бойы өзінің пішінін тамаша сақтап қалды. Бұрандалы тесік. Темір тақталар өте жақсы жағдайда. Металл өте берік. Көптеген жылдар бойы жиіркенішті климат металдың беріктігіне әсер еткен жоқ. Қар, жаңбыр және теңіз суы темірді бұзады. Металл жолақ берік және берік. Бұл металл жолақтар тас блоктарды ұстайды. Металл жолақтарда 19 ғасырда жасалған. Жылы мезгілде олар теңіз суымен жуылады. Толқындардың спрейі металлға тиеді. Бірақ ежелгі металл тот баспайды. Алайда қамалдың ішінде мүлде басқа металлды көреміз. Өте тот басқан темір. Металл жабық және бояумен жабылған. Бірақ металдан жасалған бұйымдар тоттанады. Мына тотты қараңыз. Артиллериялық мылтыққа арналған қондырғы. Коррозиямен жойылған. Тот металды жейді. Тот бұл темірді аяусыз жояды. Неліктен металдың бір түрі бояу астында және үй ішінде нашар тот басады. Бірақ басқа металл түрі ылғалдан жойылмайды. Бұл темірде көміртегі аз. Металл ылғалды теңіз климатында тот баспайды. Бірақ бұл үтік тым жұмсақ. Төмен көміртегі бар темір ауыр жүктемелерге төтеп бермейді. Құрамында көміртегі жоғары темір әлдеқайда күшті. Мұндай темірден күшті құрылымдар жасауға болады. Бірақ мұндай темір көп тот басады. Темірдің әртүрлі химиялық құрамы. Бұл тот баспайтын ежелгі металдың құпиясы.